кіріп жатыр, мен ақырын сығалап тұрмын, бүйтіп ақырын сығалап тұрмын. Сөйтсем айтады, Асқар, апам шляпамен бүйтіп өтіп бара жатыр. Әлгі банданы қуған Хамиттағы бала бар емес пе деді. Иә. Ары қарай кетіп бара жатыр әкем. Қарамайды әжеме. Сөйтсе айтады, Қарагөз сонымен сөйлесіп жүр екен деді. Жалт қарады. Прям жалт қарады. Мен ана жақтан ана бөлмеден бүйтіп сығалап қарадым. Жалт қарады да айтты. Үлкен емес пе дейді. Деп айтудым да үндемеген. Сосын маған келсін деді. Театрға шақырды. Мен айттым, папам шақырып жатыр деді. Театрға келді дағы. Служебный входтан кіріп, 3-ші қабатқа көтерілдім дейді. Музыка ойнап, тесіктен сығалап қарайын дейді. Асқар аға бір нәрсе жазып жатыр. Есікті бүйтіп қағам дейді. Қақсам, ашпай тесікті. Қайтадан төмен түстім дейді. Қайтадан түсіп служебныйдан звондап. Ана внутренний телефон бар. Асқар аға, бұл мен Досқан ғой деп трубканы тастады. Қайтадан жүгіріп бардым дейді. Барсам тағы да бірдеңе жазып жатыр, күй ойнап тұр, Бетховен ба, бір кезде Құрманғазы ма, бір нәрсе, музыка енді. Есікті ашпайды, қағам дейді, естімей жатырмын деп қаттырақ. Қайтадан жоқ дейді. Сосын қайтадан төменірек, сөйтіп 2-3 рет мені жүгіртті дейді. Содан кейін бір кезде көтерілсем, есік ашық тұр, бір нәрсе жазып жатыр, маған қарамайды дейді. Асқар аға, мен Досқанмын ғой, өзіңіз шақыртып сіз келдім деді. Содан біраз отырды дейді, бұрылмай. Бір кезде бұрылып айтты дейді. Мына рушылдық, жікшілдік деген жазушылардың арасында Сәкен Сәбит Мұқановтан басталған. Руын білу үшін сұрайды екен, 10 жылдықты қайда бітірдің деп. Мен де сұрайын деп тұрмын деп бір кезде бұрылды дейді. 10 жылдықты қайда бітірдің деп. Ой, Асқар аға, осындай Шығыс Қазақстан Күршім ауданы Ақсуат деген балықшы ауылындамын, Найманмын, осындай бір құрсақтан 10-біз, осындай деп айтып жаттым дейді. Алло. Бір кезде үндемей тұрып. Қалай? Бір кезде айтты дейді. Жасың болса анау, кәсібің болса мұнау. Бұл қалай болған? Сосын айттым дейді, Асқар аға, Қарагөз қыз болып қылымсыған жоқ, мен жігіт болып қырындаған жоқпын. Бір-бірімізді емеуріннен түсіндік. Содан өксі айтты дейді. Есіңде болсын, көзіне шөп салатын болсаң, сахнада болса сахнада, киноплощадка болса киноплощадкада қуып жүріп, мен сені атам. Мен жүре бер деп. 89-дың қаңтары. Біз ақпанда үйлендік.